Қасқа көл дауы. Видеоны көрмес бұрын арнаға жазылып алыңыз. Төле би, Әйтеке би, Орта жүз Орманбет би үшеуі Қасқа көл деген келге талас, даулы болады. Төле мен Әйтеке жастары шамалас, ал Орманбеттің жасы кіші. Екі қарт бірыңғай болады да сәлем хат жазады. Орманбет хатпен жауап қайырады. Халық жиналып бір олай, бір былай сөйлесіп, ақырында үй тігіп сөйлесуге келіседі. Қасқа көл туралы Айқын көлге үй тігелік десіп, екі ел 20 үй тігеді. Орманбет келіп Төле мен Әйтекеге сәлемдеседі. Сонда Төле: "Ай, Орманбет, мен әлі тірімін, өлгем жоқ. Бұдан бұрын неше сәлем айтсам да келген жоқсың. Ер кетер, жер жетер, Орманбет. Ешкімге опа қылмас дүние бол. Ей, Орманбет, сен бізден кіші боласың, біз барып қайттық. Сен ілгері барасың, біз енді көп жүрмеспіз, көмілерміз, сен жас едің, көңілдегіңді аларсың", дейді. Әйтеке де Төленің сөзін қостап: "Бай болсаң халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң дұшпанға найзаң тисін. Бай болып пайдаң тимесе, батыр болып найзаң тимесе, жұрттан ала бөтен үйін күйсін деген, бізге кейінгілер осыны айтама деп ойлаймын", дейді. Сонда Орманбет: "Екі би, айтқан сөзің жарасады, еншіге әр кімдер ақталасады. Бұл Қасқа көл Орта жүздің көлі еді, айтқандарың қиянатқа жанасады. Қанағатсыз билерді қабан деген, қамшылатқан жүйрікті шабан деген, біреудің ақысына зорлық қылса, ақыретте мұндай істер жаман деген", дейді. Ей Орманбет, сен бізге Қасқа көлді беріңіз, Қасқа көл рас сізге жақынырақ. Бардан пайда, жоқтан залал деген, не берсе қайырын тілеп көріңіз. 300-дің ортасында Қасқа көл берсе қайырын тілеп көріңіз. 300-дің ортасында Қасқа көл бар, әр жерде су ішетін басқа көл бар, 3 бөліп енші қылып алсайық, жер жетер, көңіліңді ұстама тар", дейді Төле. Үшеуі олай сөйлесіп, былай сөйлесіп келісе алмайды. Орманбет екі шалға ырық бермеген соң Төле қатты сөздер айтады. Дау бітпей, Орманбет еліне қайтады. Үйіне келген соң даудың мән жайын бастан аяқ сөйлейді. Сонда анасы: "Балам, қарт билерді бекер ренжіткен екенсің, әлде болса, тілімді алсаң Қасқа көлді бөліп бер", дейді. Анасы айтып қоймаған соң Орманбет көнеді. Үй тігіп 9 бие сойып Төле мен Әйтекені шақырады. Билер келіп мәжілістесіп отырғанда Төле былай дейді: "Әйел жақсы болса білім иесі батыр туады, жаман болса, ер бөксе болса да қатын туады. Әйел жақсы болса ердің басшысы емес пе? Бұрынғылар осылай демес пе? Қасқа көлді алам деп келіп едім, Орманбет бермеген соң өліп едім. 70 жасқа келгенде сөзім жерде қалып, мәңгіде тірілмейтін өлік едім, жеңгей. Мені тірілттіңіз, енді балаңызға бата берейік", дейді. Көлді ынтымақпен бөлісіп, ел ризаласып тарқапты.